Армысыздар, Қарашан ақ телеарнасын көрермендері, сіздермен бірге мен Өтепберген Қарасай. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легіне зер салыңыздар, алдымен қысқаша шолу жасайық. Береке пәтер иелері кооперативінің берекелі істері өзгелерге үлгі. Үздік педагогтардың жұмысымен таныстыру жобасы жалғасын табуда. Тұрғындардың өмірін қалыптастыруда пәтер иелері кооперативінің рөлі ерекше. Бүгінде Ақсай қаласындағы әр шағын аудан аумағын қарайтын пәтер иелері кооперативі бар. Шынын айту керек, көбіне тұрғындар көпшілігі өздеріне қарасты пәтер иелері кооперативінің жұмысына көңілі толмай жатады. Дәлірек айтқанда, кооперативтің қызмет көрсетуіне бұл жолы біз барған Береке пәтер иелері кооперативіне керісінше болып шықты. Мұнтаздай тазалық қай жерде де орын алып тұр. Береке пәтер иелері кооперативінің берекелі істері өзгелерге үлгі болып табылады. Эльмира Өтешева Береке пәтер иелері кооперативінде 7 жылдан бері жетекшілік етіп келеді. Осы жылдар ішінде жарқын істермен көрініп жүр. Бастапқы кезде тұрғындардың сеніміне кіру оңайға соқпағанын айтады. 5 миллион қарызы бар тұрғындардың коммуналдық төлемге төленетін ақша да жетпеді. Бүгінде Береке пәтер иелері кооперативі 3 жыл қатарынан республикалық байқауларда жыл үздік атанып жүр. Үздік нәтижеге қол жеткізу оңай болмады. Қазір мұнда барлық жұмыстар бір жүйеге келтірілген, қарыз мүлдем жоқ, төлемдер уақытылы төленеді. Кооперативтің өзгелерден ерекшелігі ақшаның қайда, қалай жұмсалатынын тұрғындар құжаттан бақылап ақылдаса алады. Біріншіден жаңағы мына төленген қаржыны квартал сайын Эльмира не береді біздерге, отчет береді. Біздер правление барып қарап, қайда жұмсалып жатыр, қайда нетіп жатыр, кімдер қандай претензия қояды, соның бәрін айтады, соның бәрін қарап, қаржыны енді очень открытый бәрі де. Бізде деген ашық қаржының несін бәрін енді біздер қарап жатырмыз, бәрін жұмсалып жатқан тоғысы неге өзіміздің жаңа КСК-ның үйлерге төбесін жауып жатыр бәрін, мына подъезд бәрін сол қаржы жоқ, ешқайда жұмсалып жатқан жоқ. Осы тек өзіміздің жаңағы істеген рабочийларына мынаған ремонт бәрінде істеп. Осында енді кооператив қорғалынған біздер енді қуанамыз, былай айтқанда. Бұрын болған жоқ, бұтын еркектер болды ғой. Жаңа Сергей айтты ғой, бәрі машина болды. Бұнда істеген жоқ. Бұл енді істеп жатырмыз енді. Любой житель может прийти в наш КСК и увидеть квартальные отчеты. Кез келген тұрғын біздің пәтер иелері кооперативіне келіп, кварталдық есепті көре алады. Яғни ол деген жеке кәсіпкерлер мен жеке тұрғындардың коммуналдық төлемдерден қанша ақша түседі, оны қалай жұмсаймыз, салық төлеу, соның ішінде кіріс шығысы бар, бәріне қаражат жетеді. Береке пәтер иелері кооперативіне қарамағына 5 үй кіреді. 8-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші, 15-ші үй. Соңғы бір жылдың өзінде абаттандыру бойынша біраз жұмыстар атқарылған. Мұнда аулалар мен үйдің кіре берісі кооператив жұмысшыларының күшімен күн сайын тазаланады. Соңғы 2 жылда барлық көпқабатты үйдің кіре берісі жөндеуден өткен. Есік терезелер ауыстырылып, жаңадан линолеум төселген, құбырлар да жаңартылған. Мұндай тазалықты көпқабатты қай үйге барсақ та өзіміз куә болдық. Пәтер иесі кооперативінің төрайымының айтуынша жаңа жобалар іске қосылған. Мәселен, мына алаң өткен жылы балаларға арналып ойын алаңы пайдалануға беріліп, су бұрқақ іске қосылды. Жители все одобрили, понравился наш этот проект. Әрине тұрғындар бірден қолдады. Жұмыс барысында көптеген қиындықтар болды, бірақ біз бастаған істі тындырдық. Жыл сайын жаз мезгілінде жаңа жұмыстарға қолға алынады. Менің мақсатым әр ауланың өзіндік бір ерекшелігі болса деймін. Мысалы 12-ші аулада бассейн жанында дельфиндер орнаттық. Көпқабатты үйлердің ауласында осыдан 2 ай бұрын сыртқы бейнесі қазақтың киіз үйіне ұқсас демалатын орын ашылды. Тұрғындарға осындай сый жасауды жөн көріпті. Сыртқы қазақы ою өрнектермен айшықталған демалыс орнының өзіндік артықшылықтары бар. Балалардың ойын алаңында орналасқан ерекше киіз үй ішінде ересектер көлеңкеде отырып, ауланың тыныс-тіршілігін, балалар қай жерде ойнап жүргенін байқауға болады. Немерелерін есік алдына алып шыққан үлкендер үшін де көлеңкеде кең тыныстап отыруға мүмкіндік бар. Ал бос уақыттарында аулаға шыққан кішкентай тұрғындар жасыл желекке көмкерілген алаңда зерікпейтін ермек таба алады.
Мы живем в Казахстане, и должно быть что-то национальное. Біз Қазақстанда мекен етеміз және қандай да бір ұлттың мақтанышы болуы тиіс. Бүгінгі жұмыстармен тоқталып қалмаймыз. Алдағы күндері киіз үйдің қасына ұлттық домбыраны қойғым келеді. Тазалық таза болған жерде екен сөзсіз. Мұны аула тұрғындары түсініп келеді. Бүгінде ауладағы алаңдардың жиі бұзылып, істен шығуы жоқтың қасы. И вот уже сколько стоит юрты, там сверху у нас висят домбыра. Киіз үйдің орнатылғанына міне біраз уақыт болды. Қазір ешкім затты бүлдірмейді. Киіз үйдің жоғарғы жағына қамшы домбыраны іліп қойдық. Ешкім тиген емес. Бұл деген азаматтардың тәртіпке тазалыққа бой үйрете бастағаны. Көпқабатты үйлер кіреберісі аптасына 5 рет жуылады. Қазір демалыс күндері таза жағдайда тұрады. Әрине бұл Береке пәтер иелері кооперативінің ұжымының еңбегі. Береке пәтер иелері кооперативінің штатында 15 адам жұмыс жасайды. Аула сыпырушы, сантехник, электриктер өз міндеттерін мүлтіксіз орындайтынына тұрғындар да дән риза. Ну, нам все нравится, КСК работает очень хорошо. Бізге бәрі ұнайды, айналаның бәрі әдемі, әсіресе балаларға ұнайды. Иісі мұрын жаратын хош иісті гүлдер ауламыздың көркі, ойын алаңдары бар. Вовремя и стараемся за полгода оплатить вперед. Коммуналдық төлемдерді уақытлы, тіпті жарты жыл бұрын уақытқа төлеуге тырысамыз. Себебі жұмыс уақытлы орындалады. Меніңше, бұл ұжымға байланысты. Қазір мұнда жылу жүйелерінің қысқы маусымға дайындау жұмыстары жүріп жатыр. Жайнагүл Жеңісқызы, Тимур Төлепбергенов, Азамат Бабағожиев, Қарашығанақ арнасы. Ұстаз мәртебесін арттыру, өз қызметтерінде үздік көрініп жүрген педагогтардың жұмысымен таныстыру, ұстаз атын ардақтау мақсатында Бөрлі аудандық білім беру бөлімі жаңа бір жобаны қолға алғанын жайлы осыған дейінгі шығарылымдарымызда айтқан болатынбыз. Бүгін біз тағы бір педагогтың жұмысы, атқарып жатырған қызмет туралы таныстыратын боламыз. Ауданымызды үздік педагогтардың жұмысымен таныстыру жобасы жалғасын тауып жатқан анық. Бүгінгі кейіпкеріміз бастауыш сынып пәнінің мұғалімі Эльмира Үмбетқызы. Әр пәннің өзіне сай ауыртпашылығы, жауапкершілігі бар десек, бастауыш сынып ұстаздарының еңбегі шаш етектен. Оңы мен солын ен дайырып жатырған балаларға әріп үйрету, оларды тәрбиелеу жолында мұғалімнің еңбегі росан. Еңбек жолын Шыңғырлау ауданынан бастаған бүгінгі кейіпкеріміз ұстаздық ұлы жол екенін естен шығармай, әр сабағын түрлендіріп өткізуге тырысады екен. Бұл мұғалімдік мамандықтың қиыншылығы да кездеседі, қызығы да кездеседі. Әрбір күнде сабаққа келген сайын балаларды көріп, қуанышқа бөленіп, сабағымызды түрлендіріп өткізуге тырысамыз. Қазіргі таңда жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша балаларға біздер бағыт беруші ретінде жұмыстанып келеміз. Балалар өте білімді, саналы, өз білімдерін көрсете алады. Атқарып жатқан жылдарда ең жақсы жетістіктеріңіз бар? Өзіңіздің, балаларыңыздың? Өзімнің де, балаларымның да жетістіктері бар. Осы мектепке келгелі енді 10 жылдан асты. Биылғы менің алғашқы шәкірттерім 11 бітіргелі отыр. Оған дейінгі аудандық олимпиадаларда балаларым жеңіске жетіп жатыр. Сонымен қатар 11-ші мектепке түсіп жатыр, 4-ші сыныпты бітіргеннен кейін. Енді өзімнің де жетістіктерім бар. Аудандық сайыстарға, сырттай облыстық байқауларға қатысып отырмын. Балаларды да үнемі сайыстарға қатыстырып отырамын. Орал педагогикалық колледжін тәмамдағаннан кейін 1994 жылдан бастап туған жерінде жұмысын бастаған Эльмира Үмбетқызы қазіргі таңда номер 7-ші жалпы білім беретін орта мектебінде үздіксіз еңбек атқарып келеді. Ұстаздан шәкірт озу үшін балаларға талап қоя отыра, ата-аналармен жан-жақты жұмыс қажет екенін, үнемі өзін педагог шыңдап отыру керектігін ұстаз жадынан шығарған емес. Эльмира Үмбетқызының әріптестері де бұл кісінің ізденімпаз, талапшыл әрі орнық жан екенін жеткізіп отыр. Мен әріптесім Шөрембаева Эльмира Үмбетқызымен осы мектепке келгелі 10 жылдан бері бірге әріптес болып қызмет етіп келе жатырмыз. Жалпы Эльмира Үмбетқызы бұл өзі ақ көңіл, мейірімді, жан-жағына үнемі қамқорлық жасап жүретін әріптестердің арасында жаңағы ақ жарқын мінезімен танылған ұстаздардың бірі. Бұл енді әріптес ретінде, ал енді жалпы ұстаз ретінде қарайтын болсақ,
Бұл өте шығармашылықпен жұмыстанатын мұғалім және үнемі ізденістің үстінде жүретін мұғалім. Сабақтарында да осы бұрынғы дәстүрлі сабақтың кезінде де ол кісі сол шығармашылыққа, балаларды ізденіске баулып отырады. Ал енді қазіргі мына жаңартылған білім беру аясында сабақ үдерісінде енді жаңаша леп алып келген ұстаздардың бірі десек те болады. Тардай болып кіріп, таудай болып шығатын Алтын ұя мектептің ең кішкентай балғындарымен жұмыс жасайтын, әр балаға білім тәрбие беруде жүйелі жұмыс атқарып келе жатырған педагогтың бағындырар белесі алар асуы алда деп ойлаймыз. Бүгінгі күнге келіп жеткен ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын, айымыз жарық, күніміз нұрлы болғай.